Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерде қазақ тілі сабағы. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз салалас, құрмалас сөйлем. Я балалар, құрмаластың жалпы 3 түрі бар. Өздеріңіз білетіндей, ол әрине сабақтас құрмалас сөйлем, салалас құрмалас сөйлем және аралас құрмалас сөйлем. Соның ішінде біз бүгін салалас құрмалас сөйлемге тоқталайық. Ал алдымен салалас құрмалас сөйлем дегеніміз ол баяндауыштары тиянақты болып келеді және бір-бірімен тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрі. Салалас құрмалас сөйлемнің жай сөйлемдері өзара мағыналық тұтастықта болып, кейде интонация, яғни жалғаулықсыз және жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысал келтірейік, алыстан әлдекімдердің күбірлеген дауысы естіледі, бірақ қай жақтан естілетінін шамалай алмаймын. Бірінші жай сөйлемге назар аударсаңыздар балалар, әрине бірінші жай сөйлемнің баяндаушы қандай? Дұрыс айтасыздар, баяндаушы тиянақты. Екінші жай сөйлемнің баяндаушы тиянақты. Демек, екеуі де басыңқы сөйлем. Екеуінің де баяндаушы тиянақты, екеуі бір-бірімен тең дәрежеде байланысып тұр. Демек, бұл бізде салалас құрмалас сөйлем. Оның ішінде бірақ деген жалғаулық тұр, ол бізде бірақ деген қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығы болады. Әрі қарай екінші мысалға назар аударыңыздар. Нұрғали біресе Тәкеге қарап кіжінеді, біресе Аманға қарап мүләйімсейді. Екі сөйлемнің де баяндауыштары қандай балалар? Екі жай сөйлемнің де баяндауыштары тиянақты және екеуі де тең дәрежеде байланысып тұр. Бұл салалас құрмалас сөйлем. Оның ішінде біресе деген жалғаулық назар аударсаңыздар, ол бізде кезекті салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулығы болып табылады. Міне сызбасы былайдан болады балалар. Басыңқы сөйлем және екеуі де басыңқы сөйлемдер болады екен. Себебі екеуінің де баяндауыштары тиянақты. Сонымен қатар салалас құрмалас сөйлемнің мынандай мағыналық түрлері бар. Назарларыңызға 6 түрін көрсетейін, атап өтейік. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем, қарсылықты салалас құрмалас сөйлем, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем, себеп салдар салалас құрмалас сөйлем, талғаулы салалас құрмалас сөйлем және соңғысы бізде кезекті салалас құрмалас сөйлем. Міне осындай 6 түрі бар екен. Біз ең алдымен ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемге тоқталайық. Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем дегеніміз құрамдағы жай сөйлемдер білдіретін ой, өзара мезгілдес, бағыттас, ыңғайлас мәндегі қарым-қатынаста айтылатын салаластың түрі ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем деп аталады. Ыңғайлас салалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен жалғаулықты да, жалғаулықсыз да байланыса береді екен. Және тағы бір айтарымыз, ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем үтірмен ажыратылады және ыңғайластық қатынастағы жалғаулық шылаулар, олар мыналар. Жақсылап қараймыз. Және да, де, та, ке, әрі деген жалғаулық шылаулар. Енді мысалға назар аударыңыздар. Қазір қара бие де қартайды, қайыптың өзі де ел ағасы болды. Бұл жерде екі жай сөйлем, құрмалас сөйлем. Құрмаластың ішінде балалар, әрине салалас құрмалас сөйлем. Ал салаластың ішінде ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем. Себебі біз оның несінен білдік балалар? Әрине жалғаулық тұр. Қандай? Да, де, екеуінде де бірінші жай сөйлемге назар аударсаңыздар, бие, де деп жалғаулық шылау тұр. Ол да, де деген бізде ыңғайлас құрмалас сөйлемнің жалғаулығы екен. Екінші жай сөйлемде де дәл солай. Ал екіншісі бізде тағы да сонымен қатар жаңа айтқанымыздай ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем кейде бізде жалғаулықсыз да байланысады. Мысалы, екінші мысалға назар аударыңыздар. Ол төмен түсіп еді, жол екіге бөлінді. Жаңа айтқанымыздай ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем бұл жерде жалғаулықсыз байланысып тұр екен. Яғни бұл жерде құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен бағыттас, ыңғайлас мәнде қолданылып тұр. Сондықтан бұл ыңғайлас құрмалас сөйлем оның ішінде жалғаулықсыз байланысқан түрі. Енді келесі салаласқа назар аударыңыздар, ол бізде қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Яғни синтаксистік компоненттеріндегі баяндалған оқиға әрекеттер бір-біріне қарама-қарсы қойылатын құрмалас сөйлемнің түрі қарсылықты салалас құрмалас сөйлем деп аталады. Бұл да дәл солай жалғаулықты және жалғаулықсыз болып байланысады. Жалғаулық түріне алдымен назар аударыңыздар.
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем ол бірақ, дегенмен, әйтсе де, алайда, сонда да, әйткенмен сияқты жалғаулықтар арқылы байланысады. Мысалға жақсылап назар аударыңыздар балалар. Девиатинде жерде тіл табысып кетерміз деп дәмеленіп еді, бірақ ол ойлағаны болмады. Бұл жерде көріп тұрсыздар. Және бірінші жай сөйлем қандай балалар? Бірінші жай сөйлем әрине дәмеленіп еді деп тиянақты келіп тұр. Екінші жай сөйлемде тиянақты. Демек, бұлар бір-бірімен баяндауыштар тиянақты тең дәрежеде байланысып тұр. Салалас құрмалас сөйлем. Оның ішінде біз неге назар аударамыз? Жалғаулыққа, жалғаулыққа қарасақ, бірақ деген жалғаулықтар, ол демек бізде қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтары екен, жалғаулықсыз, яғни қарсылықты салалас құрмалас сөйлем, мұнда оның компоненттері ешбір жалғаулықсыз іргелес қатар тұрып жұмсалады екен балалар. Мысалы келтірейік. Мәмбет екінші рет тағы атайын деп еді, мылтығының шаппасы жүрмей тұрып алды. Яғни бұл жерде жалғаулықсыз байланысып тұр екен. Бұл бізде қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдер болады. Балалар, салалас құрмалас сөйлемнің келесі түрі ол бізде түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Синтаксистік компоненттерінің алғашқысында айтылған іс-әрекет, оқиға желісінің мәні кейінгі компонентте сараланып, түсіндіріліп, ашылып отыратын құрмалас сөйлемнің түрі бізде түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем деп аталады екен. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің басты ерекшелігі оның компоненттерінің жалғаулықсыз байланысып отыратындығында болып келеді. Түсіндірмелі салалас сөйлемнің бірінші компонентінің баяндауышы ретінде біз сол, сонша, соншама, соншалық, сондай сияқты есімдіктермен үстеу сөздер қызмет етіп, екі жай сөйлемді бір-бірімен құрмаластырып тұрады. Мысалы, атыстың күштілігі сонша, жер соғылғандай болып жатты. Яғни көріп тұрсыздар, бұл жерде бізде түсіндірмелі салалас сөйлемнің бірінші компонентіне баяндауышы ретінде міне сонша деген келіп тұр. Демек, ол бізде түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем бола алады екен. Оқушылар, бүгін біз сіздермен салалас құрмалас сөйлемдердің түрлерімен таныстық. Оның ішінде ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем, қарсылықты салалас құрмалас сөйлем және себеп салалар салалас құрмалас сөйлеммен таныстық. Балалар, осы аталған салалас құрмаластың түрлерін тағы да оқып, ережемен танысатын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.